Қазақстандық білім, деректермен қалыптасқан стереотиптер. Қазақстандық мектептердегі білім беру сапасы дамыған елдермен салыстырғанда әлдеқайда төмен деген пікір жиі айтылады. Ендеше деректермен кері қар пікірлерді салыстырып көрейік. 2017 жылы қазақстандық оқушылар 125 алтын, 197 күміс, 327 қола және 12 мақтау қағазымен марапатталған. Осылайша жерлестеріміз жаратылыстану математика ғылымдары бойынша беделді халықаралық олимпиадаларға қатысу қорытындысы бойынша 10-шы орыннан көрінді. Бұл деңгей мектептердегі білімнің сапасының жоғары екендігінің айғағы. Қазақстанда кәсіби білім беру жастар үшін қолжетімді болмай отыр, өйткені ақылы. 2017 жылы Қазақстанда баршаға арналған кәсіби техникалық білім беру бағдарламасы іске қосылды. Бұл жаңашылдықтың жастарға берер мол. Бір немесе бірнеше мамандық алу, 2 деңгейлік модульдік бағдарлама бойынша оқыту, диплом мен еңбек нарығының жаңа кезеңіне шығу, студентті тегін жүріп тұрумен қамтамасыз ету, студенттерге шәкіртақы беру, студенттерді ыстық тамақпен қамтамасыз ету. Қазақстанда 2018-2019 оқу жылына бөлінген білім беру гранттарының саны рекордтық көрсеткішке жетті. 68.338. Үшінші стереотип. Қазақстанның жоғары оқу орындарын шет елдер мойындамайды. Әлемде 28 мың университет бар, оның тек 1000 ғана беделді QS рейтингіне енген. Ал қазақстандық 10 жоғары оқу орны да үздіктер қатарынан көрінді. 2017 жылы Қазақстандағы бизнес мектептер Eduniversal агенттігінің жаһандық рейтингінде жоғары бағаланды. Алматы менеджмент университеті орталық және оңтүстік Азия бизнес мектептерінің арасында 3-ші орынды иеленді. Айтарлықтай әлемдік ықпалы бар бизнес мектеп мәртебесі берілген. Кимэпке күшті өңірлік ықпалы бар жақсы бизнес мектеп мәртебесі берілген. Назарбаев университетіне елеулі жергілікті ықпалы бар бизнес мектеп мәртебесі берілген. Мұғалім мәртебесінің төмен екендігін барлығы білет, алайда жағдайды түзету үшін мемлекет тарапынан ешқандай іс-әрекет жасалып жатқан жоқ. Соңғы 14 жылда педагогтердің жалақылары 5 есеге арта түсті. Ауыл мектептерінде сабақ беретін мұғалімдердің жалақыларына қосымша 25%, ал жаңартылған мазмұнмен оқытатын ұстазға 30-50%. Жалпы білім беру пәндерін ағылшын тілінде жүргізгендерге 35 мың теңге беріледі. 2008 жылдан бастап лауазымдық еңбекақы көлемінде сауықтыру бойынша жәрдемақы төленеді. Стереотиптерге сенбеңіздер, тек деректерге сүйеніңіздер. Бізде жақсы білім беретін мықты мектептер бар. Оқыту мазмұны дұрыс жолға қойылған, жоғары оқу орындарымен тегін оқытатын колледждер жұмыс істейді. Бірақ мұның барлығын әрі қарай дамыту үшін орынды реформа қажет. Ал ол жасалып жатыр.